Қазақ халқы салт-дәстүрге өте бай ел. Бұл оның мәдениетті әрі тәрбиелі ел екендігінің айғағы. Белгілі қоғам қайраткері заңгер Шайкенов ұлт дәстүрі заңнан биік деген. Демек, салт-дәстүрлі ел мықты әрі тұғыры берік ел. Біздің халқымыз өз ұрпақтарына ғасырдан ғасырға ұлт қасиетін салт-дәстүрмен, өнегені әдет-ғұрыппен, үлгіні жөн-жосықпен, әдепті ырым, тыйыммен тәрбиелеп, ұлағатты ұл, инабатты қыз өсірген. Олай болса, әдет-ғұрып қазақ халқының мызғымас заңы деп қабылдаған жөн. Қайырлы күн, қымбатты оқырман, сіздермен біргеміз. Қазақ тілі әдебиеті мамандығының 301 топының студенттері мен Иман Аружан және Сүйіншбек Аңсаған. Жобамыздың тақырыбы Міржақып Дулатұлының Бақытсыз жамал романында орын алатын салт-дәстүрлер мен көнерген сөздер. Біздің мақсатымыз қазақтың байырғы салт-дәстүрлерін, рухани құндылықтарын оқырман қауымға насихаттау. Жобамызды оқу арқылы оқушылар Бақытсыз жамал романына саяхат жасайды және қазақтың тұрмыс тіршілігімен таныс болады. Қосымша әдістемелік құрал ретінде пайдалануға да септігін тигізеді. Бұл кітапша оқушының білім көкжиегін кеңейтуге, ойлау қабілетін арттыруға, әдеби әлемді сезінуге көмектеседі. Біз сіздермен Бақытсыз жамал романына сапар шекпес бұрын, ең алдымен осы романға қысқаша шолу жасап кететін болсақ, бұл романның авторы Міржақып Дулатов. Жалпы бұл роман 20 ғасырдың басындағы ең елеулі, қазақ әдебиетіне үлкен өзіндік бір үлесін тигізген, ең керемет, ең жарық туындылардың тұңғыш романдардың бірі болып табылады. Жалпы бұл романда негізге алынатын мәселе бұл қазақ қоғамындағы әйелдердің бас бостандығы, теңдігі туралы мәселелер қолға алынады және де қазақ әдебиетіне де өзінен кейінгі романдарға, поэмаларға үлкен жол ашқан романдардың бірі. Шілдехана. Бала дүниеге келген күні кешке ауыл жастары шілдеханаға жиналады. Шілдехана кейде 3 күнге созылады. Өнерлі жастар таң атқанша жаңа туған баланы, оның анасын ардақтап, ән салып күй тартады. Бұған өнерлі жастар шақыртпай келіп, таң атқанша көңіл көтереді. Ат қою қазақ салт-дәстүрлерінің кең жайылған түрі. Бала дүниеге келгенде әр саналы отбасы оған жарасымды әрі әдемі есім беруге тырысады. Кейбірі заманына сай, ел арасында кең таралған заманауи есімдерді қойып жатса, кейбірі ата-бабаларымыздың ұлы тұлғалардың есімін, кейбірі ежелгі есімдерді қояды. Айттыру, дәстүрлі ортада неке салтында үлкен мәнді ғұрып. Жігіт жағының құда түспек ниеттерін білдіріп, қыздың ата-анасына, жақын туыстарына сөз салуы, жасынан атастырылған қызы жоқ ұлдың ер жеткен соң оны аяқтандырғысы келген ата-анасы баласы мен туысқандарымен ақылдаса отырып, келін болуға лайықты қыз қарастырады. Романда кездесетін көнерген сөздер. Ерулік, қазағымыздың кең пейілділігін, жомарттығын, қонақ жайлығын паш ететін дәстүрлердің бірі ерулік беру. Пәуеске, көнерген сөз, яғни төбесін сыртын былғармен қаптаған, ою өрнек салып сәндеген күймелі жеңіл арба. Уағда қылу, қазақтың көнерген сөзді, уәде ету деген мағынаны білдіреді. Бехисап немесе биқасап, ала түсті шағын жібек мата түрі. Мағлұм болу, белгілі болу, мәні ашылу. Қазақтың рухани құндылығын дәріптеу, келешек өскелең ұрпақ, яғни біздің міндетіміз. Сол себептен осы бір сөзді негізге ала отырып, әдемі жоба жасап шықтық.